Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бүгінгі видеомызда біз осындай әдемі, сүйкімді қоянды тоқитын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге осындай қоянды бір түннің ішінде тоқып алуларыңызға болады. Видео екі бөлімнен тұратын болады. Сіздерге де көріп, менімен бірге ілесіп тоқуға ыңғайлы болу үшін видеоны көп қысқартпай, барынша түсінікті, барынша асықпай түсіруге тырыстым. Сондықтан да новичок болсаңыздар да, немесе арасында тоқып жүрген болсаңыздар да, менімен бірге осы қоянды тоқып көріңіздер. Қараңыздаршы, тоқып балаларыңызға сыйласаңыздар қандай қуанып қалады. Өте әдемі. Ал онда видеоны соңына дейін көріңіздер, менімен бірге тоқыңыздар. Шебер Гүлназ деген менің инстаграм парақшама тіркеліңіздер, және де тоқыған бұйымдарыңызды өздеріңіздің парақшаңызда мені белгілеп салатын болсаңыздар, мен міндетті түрде оны көріп, бағасын беретін боламын. Ал бастаймыз. Қоянымызды тоқу үшін керекті заттар: бұл бізде плюшевый пряжамыз екі түсте, основной қоянның түсі және де киімнің түсі. Міне Гималая Dolphin Baby деген жіп, молочныйдың жаңа қағазын жоғалтып алдым, номерін айта алмаймын. Ал мынау бізде міне 80-306 деген түсте екен, ашық көк түсте. Енді видеода қою көк түс сияқты көрініп тұрған шығар, бірақ небесный өте ашық көк түсті жібіміз. Осындай екі жіп керек болады. Қоянның ішін толтырғанға синтефон немесе халафай бере аламыз. Крючок номері 4 немесе номері 3,5 деген крючок. Менде номері 3,5 крючоктың, вот мына жерде жазылған 3,5 деп, 3,5 деген номерлі крючок. Қайшымыз, ине, осындай ұзын инелер болады. Ине керек болады. Так, мұрын, біреу жетеді. Көз менде 15 мм, 14-тен 16 мм, яғни 14, 15, 16 деген размердегі көздерді ала берсеңіздер болады. Не безопасный заглушкада. Қараңыздар, артына кейсіп осындай. Сонымен қатар детальдар бір-біріне қосқанға осындай молочный түсті жіп, бежевый, больше бежевый түсті жіп, молочный немесе бежевый түсті аламыз, себебі бізде ойыншығымыз ашық түсте. Егер де ойыншықтарыңыздың түсі темный болатын болса, онда, соответственно, жіпті де темный аласыздар. Және тағы қара түсті жіп, бұл бізде қоянымыздың кірпігіне, қасына арналған осындай қара түсті тоже жұқалау жіп аламыз. Бұл жіптер менде мынандай Ярнарттың джинс бамбук деген жібі. Сонымен қатар қараңыздар, егер көздеріңіз мен сияқты мынандай осындай болса, яғни жан-жағы мынандай прозрачный болатын болса, жан-жағы осындай прозрачный болатын болса, онда мынандай глиттерный фумераны алып, осымен астына қиып, домалақ қып, тесіп, астына қиып қойсаңыздар болады. Яғни неше түрлі түстер бар, золотистый бар, көк түс, өздеріңізге ұнаған түспен өсіп қойсаңыздар, сонда мына прозрачный жері осындай жылтырлап тұратын болады. Ол бізге барлық керекті заттар осы. Қоянды менімен бірге тоқып, өздеріңіздің инстаграм парақшаларыңызда бөлісіп, маған көрсетсеңіздер болады, қыздар. Ал кеттік. Қоянымызды тоқуды бастаймыз. Алдымен құлағын, құйрығын және де аяқтарын, яғни керекті детальдарымызды бірінші тоқып аламыз. Құлағынан бастаймыз. Негізі кольцо амигурумиға 6 столбик без накида тоқу керек. Бірақ маған оған қарағанда 2 столбик без накида тоқып, 1 и 2. 2 столбик без накида тоқып, одан кейінгі крючоктан кейінгі тұрған екінші петлямызға 6 столбик без накида тоқимыз. Плюшевый пряжада осылайынан тоқыған ыңғайлы. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 столбик без накида тоқыдық. 6 столбик без накида тоқыдық. Енді әр петляға 2 столбик без накидадан тоқимыз. Яғни прибавка тоқимыз. Ол бізде прибавка деп аталады. 2 талдан тоқу. Біреу тоқыдым. Тура осы жерге екіншісін тоқимыз. Жаңағы алдыңғы тоқып бастағанымызға осындай түйрекшімізді тақып қоямыз, белгілеп шатас қалмас үшін, себебі плюшевый пряжада тез шатас қалуларыңыз мүмкін. Екеуін тоқыдық. Келесі петлямызға тағы да екеу тоқимыз. Одан кейінгі тұрған екінші петлямызға тағы да прибавка жасаймыз. 1,
и 2. Келесі петляға тағы да прибавка жасаймыз. Осылай жаңағы алдыңғы тоқылған 6 столбик без накида бар ғой, солардың әрқайсысына 2 столбик без накидадан тоқып шығамыз, яғни прибавка жасап шығамыз. Қазір видеодан қарап отырған кезде сіздерге түсініксіз болып тұрған шығар, не тоқып жатыр, қай жерінен петля көрініп тұр деп. Алайда өздеріңіз осылай қолдарыңызға плюшевой пряжаларыңызды алып менімен бірге тоқып отырсаңыздар, барлығы өте түсінікті болады қыздар. Мен сіздерге асықпай видеоны тездетпей көрсетіп жатырмын, сізге түсінікті болсыншы деп. Сондықтан да қолдарыңызға плюшевой пряжаларыңызды алып менімен бірге тоқыңыздар. И соңғы прибавкамызды жасаймыз. И тура осы жерге екіншісін тоқимыз. Бұл бізде екінші қатарымыз. Екінші қатарда 12 столбик без накида тоқылды. Енді үшінші қатарымызда біз қазір 5 столбик без накида и прибавка жасаймыз. Біреу. Бірінші тоқығанымызға міндетті түрде тоқып бастаған жерлеріңізге осылай түйрек ұштақ қойып отырыңыздар, шатас қалмас үшін. Біреу. 2. 3. 4. Және 5-шісі. 5-шісі. 6-шысына прибавка жасаймыз. Прибавка дегеніміз тура осы жерге 2 столбик без накида тоқыдық. Енді тағы да 5 тоқимыз. И соңғысына тағы да прибавка жасаймыз. 1 и 2. 5 столбик без накида, прибавка, 5 столбик без накида, прибавка жасадық ең соңында. Үшінші қатарымызды тоқыдық. Төртінші қатарда прибавка жасамай 14 столбик без накида тоқимыз. 14 тоқыдық. 14 столбик без накида тоқыдық. Бұл бізде төртінші қатар болды. Енді бесінші қатарымызда 6 столбик без накида, прибавка тоқимыз. Біреу. 2. Тоқыдық. Міне жетіншісіне прибавка жасаймыз. Енді тағы да 6 тоқимыз. 6. Енді соңғы тұрған жетіншісіне прибавка тоқимыз. Енді қолым қатты жақын тұрғаннан кейін камераға фокус дұрыс болмай тұр ғой деймін. 5-ші қатарымызды тоқып болдық. Енді 6-шы қатарда прибавка жасамай айналдырып 16 столбик без накида тоқып шығамыз. 6-шы қатарымызды тоқып болдық енді. 7-ші қатарды тоқимыз. Енді 7-ші қатардан бастап біз убавка жасаймыз. 6 столбик без накида тоқып, убавка жасаймыз. Біреу. Тоқыдық. Енді убавка жасаймыз. Қараңыздар, убавканы қалай жасаймыз. Міне бірінші петля тұр, оның артында екінші петля тұр. 2 петляны бірге тоқимыз. Мен былай тоқимын. Передний полу стенкасынан аламын, міне арт жағында тағы бір стенкасы тұр. Қараңыздар. Былай 2 өрім ғой, соның ортасынан шығарам. Одан кейін соның артында тұрғаннан да солайынан шығарам. Тошымен. Артындағы петляның да передний полу стенкасынан тоқыдым. Осылай убавка жасаймын. Тағы да 6 тоқимыз енді ары қарай. Егер де жаңағы алдында көрсеткен убавкамды түсінбеген болсаңыздар, қараңыздар, былайынан жасасаңыздар, соңғы 2 петля тұр ғой, біріншісіне шығарасыздар. Үшімізді аламыз.
артындағы екіншісінен шығарасыздар. Жіпімізді аламыз. Крючогымызда 3 жіп тұр. 3 жіпті бірге тоқимыз. Осылай убавка жасасаңыздар да болады. Екі вариантты көрсеттім. Жаңағы бірінші көрсеткендей және осы екі түрлі вариантта өздеріңізге ұнағаны бойынша убавка жасасаңыздар болады. Жасадық. 7-ші қатарымызды тоқып өттік. Енді 8-ші қатарымызда убавка жасамай 14 столбик без накида тоқимыз. И 14 тоқыдық. Бұл бізде 8-ші қатар. Енді 9-ші қатарымызда 5 столбик без накида убавка жасаймыз. 5 5-е тоқыдық. 6-шысын, 7-шісін біріктіріп тоқимыз. Деген қайтадан 1 тоқыдық. 6-шысын, 7-шісін біріктіріп тоқып убавка жасаймыз. Бұл бізде 9-шы қатар болды. 9-шы қатарда убавка жасадық. Енді қараңыздар. Осылай ұстайсыздар. И сосын осыны былай біріктіріп тоқимыз. Ішіне ешқандай холофайбер ештеңе салмайсыздар, себебі өзі осындай қалың болып шығады. Төмен жағынан біріктіре саласыздар. Бірге ұстап тұрдық та. Тура осылайнан енді өз беттеріңізбен екінші олақты тоқыңыздар. Қыздар ойыншықтарыңыздың қол аяқтары барлығы бірдей болу үшін, мысалға бірінші құлақты тоқыған кезде артынша тура сол моментте екінші құлақты бірге тоқып тастаңыздар. Бір құлақты тоқып, екінші құлақты, мысалы бір құлағын таңертең тоқып, екінші құлағын кешке немесе басқа күні тоқитын болсаңыздар, екі құлақтарыңыз екі түрлі болып қалады. Өйткені ол жаңағы келесі күні тоқыған кезде сіз жіпті тоқығанда бос тоқуыңыз мүмкін, немесе тығыз тоқуыңыз мүмкін деген сияқты, сондықтан да екі құлақтарыңыз бірдей болмай қалады. Бір құлағын тоқыдыңыздар ма, тура сол уақытта кішкене уақытыңызды бөліңізді, екінші құлағын бірге тоқып тастаңыздар. Егер де қолдарыңыз босамай кететіндей болып жататын болса, енді мына құлаққа қарап отырып бірдей етіп тоқуға тырысыңыздар. Құлақтарын тоқып алдық. Енді қоянымыздың хвостигін тоқимыз. Тура құлағын тоққан сияқты бастаймыз. 1 2 воздушный петля тоқыдық. Неден кейін, крючоктан кейінгі тұрған екіншісіне 6 столбик без накида тоқимыз. 1 2 и 6 тоқыдық. Бұл бізде бірінші қатарымыз. Енді екінші қатарымызға прибавка жасаймыз. Әр столбик, тоқылған столбиктарымызға 2-2-ден столбик без накида тоқып шығамыз. 1 и соңғысына 11 12. Сонда екінші қатарымызда бізде 12 столбик без накида тоқылды. Енді үшінші қатарымызда тура осы 12-ні прибавка жасамай айналдырып тоқып шығамыз. 1 2 12-шісі. Бұл біздің үшінші қатарымыз болды. Енді төртінші қатарда 2 столбик без накида убавка жасап тоқып шығамыз.
біріншісі, екі, үшіншісін, төртіншісін убавка жасаймыз, бірге тоқимыз яғни. Одан кейін тағы да біреу, екеу, үшіншісін, төртіншісін бірге тоқимыз, убавка жасап, міне бір петля ғана қалды. Келесі тұрған. Bir, екі, үшіншісін, төртіншісін убавка жасап тоқыдық. Бұл бізде төртінші қатар. Не, осындай ғана кішкентай, бұл бізде хвостик болады. Тоже жібін қиямыз да. Жақтан шығарып. Дайындап қоямыз. Бұның ішіне кішкене ғана наполнитель салсаңыздар болады, көп емес. Вот біздің хвостигіміз тоже дайын. Қазір енді алдыңғы екі қолын тоқитын боламыз. Қолын тоқу үшін тура құйрығын, құлақтарын бастаған сияқты екі воздушный петля тоқып аламыз. Бір, екі. Крючоктан кейінгі тұрған екінші петлямызға 6 столбик без накида тоқимыз. Бір, 6. 6 тоқыдық. Мына жіптен тартсаңыздар, мына ортасында тесігі жабылады. 6 тоқыдық. Бұл бізде бірінші қатар. Екінші қатарда прибавка жасаймыз. Яғни әр петлямызға 2 столбик без накида тоқимыз. Міне біріншісі тура осы жерге, екіншісін тоқимыз. Тоқыған бірінші немізге столбик без накидаға осылайнан белгі салып қоямыз. Екеу тоқыдық. Үш. 12 столбик без накида тоқыдық екінші қатарымызда. Үшінші, төртінші қатарымызда тура осылай 12 столбик без накида еш өзгеріссіз тоқимыз. Бір, яғни айналдырып 24 столбик без накида тоқимыз. Бір. Төртінші қатарымызды тоқыдық. Енді бесінші қатарымызда 2 убавка 8 столбик без накида тоқиды екенбіз. Бір, екі. Бір убавкамыз жасалды. Бір, екі. Екінші убавкамыз жасалды. Енді 8 столбик без накида тоқимыз ары қарай. 8 тоқыдық. Бұл бізде 5-ші қатар болды. Енді 6-дан келесі, енді 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-шы, 10-шы, 11-ші қатарды тура осылай еш өзгеріссіз 10 столбик без накида тоқитын боламыз. 11 қатар тоқимыз сонда жалпы саны. Қазір 5-ші қатарымызды тоқып болдық. 6-шы қатарда бір, 6-шы қатарда 10 столбик без накида тоқимыз. 7-ші қатарда да 10 столбик без накида, яғни еш өзгеріссіз 11-ші қатарға дейін осылайнан айналдырып тоқып шығамыз қыздар. Әр қатарымызда 10 столбик без накида болу керек, көбейіп немесе азайып қалмасын. 11-ші қатарға келгенде де 10 столбик без накида болып тұру керек. Яғни азайып немесе көбейіп кетпеу керек. 11-ші қатарға келген кезде сіздерде 9 немесе 12 деген сияқты саны өзгеріп кетпеу керек. Осылайнан еш өзгеріссіз
айналдырып 11-ші қатарға дейін тоқып шығамыз. Қыздар 8-ші 9-ші қатарға келгенде бас жағына кішкене наполнитель салып қоямыз. Көп емес, кішкене ғана салыңыздар. Осылай бас жағында ғана саласыздар. Полный длинасына салудың керегі жоқ. Бас жағына ғана кішкене наполнительдеріңізді салып, 8-ші немесе 9-ші қатарға келген кезде, одан кейін ары қарай айналдырып тоқи бересіздер. 11 қатар тоқыдық. Енді жоғары жағын біріктіреміз. Қараңыздар, біріктірген кезде бізде бағана убавка жасаған жеріміз осылай қол сияқты болып шығады. Былайнан қазынан былай топтасаңыздар, қолы былай ішке қарап тұратын болады. Қараңыздар, денесін жалғаған кезде. Өздеріңіздің қалауларыңызбен әрине ол ішке қаратып тұрсаңыздар да, мен былайнан тоқимын. Тура осы тоққанды былай шетке қойсақ, қолы көрінесіздер ғой, қолы осылай майысып тұр. Яғни екі жағында тұрған кезде қол екі жағынан осындай болып тұрады. Мына убавка жасаған жағын алдыға қаратсаңыздар қолдарына. Қолайын. Өйткені теріс тоққан ыңғайсыз. Мен осылайдан тоқып, на бетіне шығарып тоққанға. Менде жағына жақта тұрды ғой. Енді артқа жүру үшін маған екінші бетіне өтіп алу керек. Мен қолы осылай тұратын болады. Жанында. Екі жағын біріктіріп ұстап отырып, осындай столбик без накида тоқитын боламыз. Болды, мен тоқып біріктірдік. Тура осылайнан екінші қолын тоқисыздар. Менде дайын. Мен бір тиғып, екі қолын тоқып аламыз. Видеомыздың бірінші бөлімінде қоянымыздың қолдарын, хвостигін және де құлақтарын тоқып алдық. Ал жалғасы екінші бөлімде болады. Видео тым ұзақ болмас үшін екі бөліп салғанды дұрыс көрдім. Міне осы бірінші бөлімінде осы дене бөліктерін тоқып алдық. Екінші бөлігінде аяқтарын, денесін, басын тоқып, осы дене бөліктерімен біріктіретін боламыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.